Лего баланың асқазанына түссе рентгенде бірден көрінеді дейді. Себебі ішінде барий сульфаты бар екенміз. Бұл рас па, әлде миф пе? Интернетте тіпті кейбір кітаптарда лего текшелеріне барий сульфаты қосылды деген ақпарат тараған. Мақсат бала байқамай жұтып қойғанда бөлшектері рентген арқылы оңай табу. Барий сульфаты медицинада шынымен қолданылады. Ол асқазан мен ішекті рентгенде айқын көрсететін контрастты зат. Алайда проверено басылымы бұл мәліметтерді тексерді. Лего компаниясы 1960 жылдан бері ABS пластик қолданады. 1980-90 жылдары барий сульфатын қосу идеясы талқыланғанымен тәжірибесі сәтсіз шыққан. 1996 жылы жұтылған лего бөлшектері рентгенде көрмеген жағдайда тіркелген. Ал 2014 жылғы зерттеуде рентгенологтар лего текшесін мүлде анықтай алмаған. 2025 жылы лего компаниясы ресми түрде лего бөлшектерінің құрамында ешқашан рентгенде көрінетін материал болмағанын мәлімдеді. Яғни бұл жылдар бойы тараған миф. Ақпаратқа сенбес бұрын тексеріңіз. Фейк пен фактың ара жігін ажырату үшін парақшаға жазылып, видеоны бөлісіңіз.